Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге келін үйде отырып азынан кешке дейін не істейді деген бір 2-3 күндік келіннің істейтін тірлігімен бөлісе кетейін, қарап қызықтап отырыңыздар. Ең алдымен мен бірінші тісіме келдім. 1-2 күннен бері тісім ауырып мазалап болмағасын тіске келдім, мажан тіске. Өзімнің докторым бар том, бірақ ол кісі басқа жаққа ауысып кеткендіктен бір кісіге, әйел кісіге өзімді сеніп тапсырдым. Жақсы істеп шықты. Үйге келсем, абысыным қыздардың, балдардың барлығын ұйықтатып тастапты, барлығын жан-жаққа шашып тастаған, тек дарын ғана кухняда дымамасымен арпалысып кухняны пелесостайын деп жүр. Одан кейін мен қыздарды, балдарды барлығын суға түсірдім, кезекпен кезек 6-ауын шаштарын тарап, 3 қызды қайнапамның үйіне жібердім. Асан әлі ауырып, әр төсекте жатыр. Одан кейін арасында мына екеуіне тамақ беріп алдым. Бұл екеуі де жағаласып, уже обедтің уақыты болған. Ауыз деген осындай болып жатыр ғой. Ауыстып, ауызды тазалап алайын дедім. Одан кейін Раянаның массажы келді. Раянаның массажына қасында алдап сулап отырдым. Одан кейін тамақ істедік. Одан үйге атам қонақ шақыратын болып, ертесіне қонаққа дайындалдық. Абысыным, қайынсіңілім, мен бар. Орамам қисайып кетіпті ғой. Осылай самсаны тез-тез апыр-топыр түйіп тастадық. Арасында мен блинчик істеп жүрдім. Қайынсіңілім түйісіп жүрді, көмектесіп. Қайыным ғой, балдарды шама алдандырып, ойнатып, қарасып жүрді. Ертесіне қазанға ет салдық. Міне бізде осындай 3 табақты ет болды. Осылай қонақтарға ұсындық. 3-ші табаққа ет енді салынады. Арасында ертеңгі күн қыздарды Қызылордада алғашқы қар жауып, Қызылордада далаға қарға ойнатқан жайымыз бар. Бізде бір ешкі туған екен. Одан базарға қарай шықтым. Өзім мамам ауылда тұратын болғандықтан шылабыр алып бер жер деп приказ келді. Соны тез шылабыр алуға шықтым, базар жаққа қарай. Одан үйге продукт алуға келдім. Алып келдім, үйге келсем, уже обедтің уақыты болған екен. Обед қыздардың бәрін далаға шығарып жүрді. Обед ішіп алдық. Одан кейін мына жердің барлығын кім жинайды? Әлбетте Әмина жинайды. Тағы да өстіп балдар жан-жаққа абысын ұйықтатып тастады. Одан кейін мен ыдыстарды тез-тез жууға көштім.
біздің 1-2 күндік тірлігі мінекей осындай, барлығына үлгіреміз, Аллаға шүкір. Мінекей менің осындай видеоларымды көріп ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, қазақтың келіндерін қолдап, тіркеліп, рекке шығарып жүрсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Мені тамашалағандарыңызға рахмет.